Ассаляму алейкум достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше, әдемі болып шығатын печеньелерін жасау жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен шоколад және де сары майды микротолқынды пеште не болмаса ыссы судың буында ертіп аламыз екеуін. Одан бөлек ыдысқа жұмыртқа және де секерді жақсылап миксерлейміз. Осы печеньеге қажетті барлық ингредиенттерді видеода және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кететін боламын. Миксерлеп болғаннан кейін жаңа дайындап еріткен шоколадымызды осы массаның үстіне құямыз. Екеуін біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң бөлек ыдыста ұнды және де ұнның үстіне тұз бен қопсытқышты қосып араластырып аламыз да одан соң осы сұйық массаның үстіне қосамыз. Ұнды бірден емес 2-3 бөліктерге бөліп қосып араластырып отырамыз. Барлығын қосып араластырып болғаннан кейін біздің массамыз өте қою болып шығуы керек. Видеодан байқасаңыздар болады. Егер массамыз сұйық болатын болса, печеньеміз формасын сақтамай қалады, сондықтан қою болғаны дұрыс. Және де формаға пергамент қағазын төсеп, одан кейін үстіне массаны саламыз. Салған кезде араларын ашып салғанымыз дұрыс, себебі печенье піскен кезде үлкен болып көтеріліп піседі. Одан кейін печеньемізді 180-170 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Печеньеміз өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, міндетті түрде менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар.